Арал, Серік Сағитжанұлы, кеше қоймай сол жаңа аллеяға ақша алдым мен барған кезде былтырғы жылы. Жақсы қолдап бердік. Кешеде тағы осындай бір аллеяға ма, или болмайса ескерткішке ақша сұрадым. Тағы бердім. Мынау не масқара енді? Неге бұндай болып жатыр? Неге бұндай жағдайға жеткізгесіздер? Кенттің әкімі қайда? Жауапты орынбасарыңыз қайда? Өзіңіз неге қарамайсыз? Неге? Бұл да қаражатқа істелді ғой. Неге сапалы істемейді? Мына жаққа адам соқпаған. Тек әкім келетін кезде соғастар, алдын ала барып, су сеуіп, тазалап, әктеп, сырлап. Басқа кезде керек емес па, сонда бұл? Ұят қой мынау, атымызға ұят қой. Ең жаңадан салынған, соңғы салынған бір көрікті жерлеріміз деп көрсеттіңіздер, ал жағдайы сын көтермейді. Шұғыл түрде қалпына келтіріңіз. Естіп қой да, Серік Сағитжанұлы? Шұғыл түрде. Бұраға жауаптың қажет жоқ шығар, көрініп тұр ғой, көзбен бәрі. Оған жауап та жоқ шығар, әрқайсыңызда қазір бүгінгі көрсетілген кемшіліктерге байланысты. Сондықтан шұғыл түрде мына кемшіліктердің барлығын орнына келтіріңіздер. Барлығында. Тағы да айтам, соңғы 10 жылда енді не істелді ауданда, бұл барлық әкімдерге қатысты. Қандай ғимараттар салынды? Қандай ғимараттар күрделі жөндеуден өтті? Бәрін қарап, кемшіліктері болса анықтап, қалпына келтірдіңіздер. Соны жасаған адамдарды тауып алып. Ал ол адам кетіп қалған адам болса өмірден, онда амал жоқ, демеушілікпен жасатасыздар.